Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен өте бір ерекше сумканың тоқылуын көрсетейін деп отырмын. Менде қазір бір жағы дайын, енді келесі жағын сіздерге қалай тоқылуын көрсететін боламын. Бізге осындай мынау бір беті болса, тағы да осындай бір беті керек болады. Қазір мен сіздерге келесі бетін қалай бастау керек екенін көрсететін боламын. Менде өздеріңіз білетіндей осындай жіп, аяз макрема жібі, аяқ киім тоқитын жіптеріміз бар ғой, тура сондай жіптер. Күршік номері менде 2-5. Ендіше мен сіздерге қалай бастау керек екенін қазір тоқып көрсететін боламын. Менде мынау бір беті, біз бұны алып қоямыз мына жаққа. Енді келесі бетін бірге тоқимыз. Ең алдымен жай тізбектер бізде. Жай тізбектер. Мен 96 жіптен бастадым. Сумканың қаншалықты өлшемі үлкен болғанын қаласаңыздар, тізбектерді де соған қарай аласыздар. Ендеше жай тізбектер тереміз. Мен 96 жіптен бастадым. Жай тізбектер дәл осылай. Біреуін алдық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Қыздар, менде 96 тізбек теріп алдым. Ең соңында 96 тізбек тергеннен соң бізге тағы да бір артық бір тізбек теріп аламыз. Сонымен 97. Енді келесі біз мына петлядан емес, келесі петлядан бастап тоқитын боламыз. Мына петлядан тоқмаймыз. Тура жанындағыдан тоқмаймыз. Мына жерден тоқимыз. Осы жерден тоқитын боламыз. Мына жерден бірінші тұр ғой, бірінші. Мынадан тоқмайсыздар, мынадан тоқимыз. Енді біз мына жерді қараймыз, мына. Мына жерден бастап тоқитын боламыз. Бізде мына жерде 3 петля тоқылған. 3 петля тоқимыз. Қазір. Ешқандай жіпті орамай, мына жерге тура ортасына емес, мына шет жағынан аласыздар. Мына жерден. Осы жерлерден тоқимыз біз. 1, келесі 2, 3, үшеу тоқимыз. Үшеу тоқыдық. Енді қатары 3 петля осылай тоқып аласыздар. Енді келесі бір жерге 3 рет тоқисыздар. 1, 2, 3. Бір жерге 3 рет тоқисыздар. Біз мына жерді тоқып атырмыз қазір. Осылардың бәрін қазір тоқып шығатын боламыз. Міне, бір жерге 3 петля. Төмен қарай түсу үшін енді 6 рет тоқисыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рет тоқисыздар.
6 петля яғни. Міне. Менде қазір мына жерін тоқыдым. Енді жоғары қарай көтерілу үшін қалай тоқимыз? 1-2 петля қалдырып кетеміз. Үшіншіден бастап тағы да 6 петля тоқимыз. Үшіншіден бастап 1 2 3 4 5 6 петля тоқыдық, төмен қарай түстік. Жоғары қарай шықтық. Енді төмен қарай түсу үшін тура ана жақтағыдай бір жерге 3 петля тоқимыз. 1 2 3 петля тоқтық. Осы 3 петлядан кейін 6 тоқимыз. 1 6 рет. 2 3 4 5 6 тоқыдық. Қараңыздар. Міне күршікті. Менде алдыңғы тоқыған бетпен бірдей болу үшін осыған қарасаңыздар болады. Бір бетін тоқысаңыздар, екінші бет оңай болады. Міне. Көрдіңіздер ме? Міне. Менде бірдей шықты. Енді 1-2 петля тастайсыздар. Үшіншіден бастап санайсыздар. 1 2 3 4 5 6 петля. Енді тағы да бір жерге 3 рет тоқимыз. Осылар қайталана береді. Осы екі несін ұмытпасаңыздар болды. 2 петля тастап үшіншіден тоқимыз. И бір жерге 3 петля тоқимыз. Төмен, жоғары солай түсеміз. Енді тағы да 6 рет тоқимыз. 1 осылай 6 тоқып кете береміз. 2 3 4 5 6 тоқтық. Енді 1-2 тастайсыздар да үшіншіден бастап санайсыздар. 6 1 жоғары қарай көтерілеміз енді. 2 3 4 5 6. Енді түсінікті болды деп ойлаймын. 3 петля тоқимыз. Сосын келесі петляға бір жерге үшеуін тоқимыз. Бұл бізде жоғары қарай көтерілгеніміз. Төмен қарай түсу үшін 6 тоқимыз.
дәл осы жерде 1, 2 тастайсыздар да, 2 петля тастап, үшіншіден бастап жоғарға қарай 6 тоқимыз. Дәл солай кете береді. Өзгеріссіз ешқандай. Санап отырып тоқыңыздар. Ендеше осы қатарды соңына дейін тоқып болайық. Сосын мен сіздерге келесі қатарды көрсететін боламын. Енді қараңыздар, мен бірінші қатарды болдым. Менде тура осылай, дәл осылай шықты міне. Басында 3-тен бастадым, соңында 3 петлядан бітті. 2, міне ең соңғы 2 жағы бірдей. Міне, бірдей. Менде дәл келіп тұр. Енді екінші қатарды бастаймыз. Екінші қатар бізде ең соңғы петляны тоқыдық. Енді 1 петля, міне, көтересіздер. Дәл солай. Енді көрінбей қалды ма? Міне. 1 петля артық көтереміз. Енді былай қарай айналдырамыз. Енді біз мына жерде екеу тұр ғой міне. Біз екеуінен бірге алмаймыз. Енді мына жағында барлық мынандай осылай. Енді біз тоқығанымызда келесіде. Екеуінен бірге алып тоқымаймыз. Міне, көрініп тұр ғой. Бұлдырап тұр кішкене. Екеуінен бірге тоқымаймыз, міне. Мынадан тоқимыз. Мынадан тоқимыз. Каждый қатарда бізде осыдан тоқып отырамыз. Екеумен бірге тоқымаймыз. 1, енді бізде кішкене оңай болады екінші қатар. Уже бізде бәрі көрініп тұр. 1, міне. 2, 3, бізде 3-тен біттік. 3 петля тоқыдық қой ең соңғы. Енді қайтарда бізде 4 болады ол. 4 петля болады. Міне, 4. Келесіде 5 болады. Солай кете береді. Міне, енді мына жерде бір жерге 3 петля. 1, 2, 3. Сіздер маған мән беріңіздер. Мына екеуінен бірге алмаймыз. Бір қабырғасынан аламыз. Осы қабырғадан аласыздар. Бір қабырғадан тоқисыздар. Тағы бір қатарды біткен соң, келесі қатарда мына жағындағы қабырғадан тоқимыз. Солай тоқып кете береміз. Енді бір жерден 3 петля алдық. Одан кейін 1, тағы да 6. 1, 2, 6-6-тан тоқимыз. 3, 4, 5, 6. Осылай ашық қалады. 6 тоқыдық. Енді 1, 2 тастайсыздар. Үшіншіден бастап санаймыз. 1, тағы да жоғарға қарай 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! 4, 5. 6. 6 петля тоқыдық. Енді бір жерге 3 петля тоқимыз. Дәл солай тоқып кете береміз. 2, 3. 3 петля тоқыдық. Енді тағы да төмен қарай 6 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді
1 2 тастаймыз, үшіншіден бастап жоғары қарай 6 петля. Тура дәл шығу керек. 1 алдыңғы қатармен бірдей болу керек. 2 3 4 5 6. Осы жерлер ашықтықтар көрдіңіздер ме? Бәрі бірдей болу керек. Толқын сияқты болып тұр. Осылай түсу керек. Ұзыр. Енді түсінікті болды деген ойдамын сіздерге. Сондықтан сіздер енді дәл осылай биіктігі қаншалықты болғанын өздеріңіз қалайсыздар. Сумканың биіктігін қанша болғанын қаласаңыздар, сол өлшемде өздеріңіз тоқып алыңыздар. Менде осы өлшем. Мен ешқандай өлшеген жоқпын. Өзімнің көз шамаммен есептеп осылай тоқыдым қазірше. Енді мынаны екінші бетін 2 бөлік қып тоқимыз. Бір бетін тоқып алып, тура осындай қылып, тағы да бір бетін тоқисыздар. Менде уже бір бетін болдым, сондықтан екінші бетін тоқып біттемін. Менде келесі бөлімде бізде, сіздер осылай 2 бетін тоқыңыздар, менде келесі бөлімде осы екі жағын қалай біріктіріп, қалай сумка шығарамыз, соларды көрсететін боламын. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Менде қазір міне 6 тоқыдым. Енді бір жерге, мына қатарда бір жерге 3 петля тоқыған, енді екінші қатарда да тура осы жерге, осының турасына бір жерге 3 петля. Одан кейін 6, 1 2 тастайсыздар, үшіншіден бастап санайсыздар да, оған 6 жоғары қарай бір жерге 3 петля, солай кете бересіздер. Міне, менде осылай шықты. Сіздерде ұзырларыңыз осылай шығу керек. Қандай үлкендікте болғанын қалайсыздар сумкаларыңыздың, сол шамаға дейін тоқи бересіздер. Қыздар, менде енді міне 2 беті дайын. Осылай бір-біріне қарама-қарсы. Екі жағы бірдей болу керек. Екі жағы бірдей болу керек. Салыстырып аласыздар осылай. Мына жағы екен. Осылай салыстырасыздар. Көрдіңіздер ғой. Осы екі жағындағы петляларды санаймыз. Екі жағында петляларды санағанда бірдей болу керек. Мына бетінде де бірдей. Мына бетінде менде қазір мына жерде 34, мына жақта тоже 34. Енді менде қазір бұл бірінші бөлімі. Бірінші бөлімде сіздер осы екі бетін тоқып алыңыздар. Келесі бөлімде менде осы сумканы біріктіру, табанын тоқу, соларды көрсететін боламын.